Арнада ерекшелік болсын дедік достар. Бүгінгі таңда сіздермен дәл қазір мен шие жайында әңгіме өрбітетін боламын. Қате естіген жоқсыз, шие бұл кәдімгі біздің ағылшыншада аударғанда cherry мағынасын беретін болады. Немесе Қытайдың өзінің ана тіліне аударғанда Kuai-Ruai. Өте талантты және сәтті аяқталған жоба деген мағынаға келеді. Қарсы алыңыздар. Cherry Tiggo 7 Pro. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. Көліктің ұзындығы 4700 мм-ді құрайды. Көліктің ені 1820 мм-ді құрайды. Және көліктің биіктігі 1750 мм-ді құрайды. Атап айтайық, достар, бұл жерде екі осьтің арасында, яғни алдыңғы дөңгелек пен артқы дөңгелектің екеуінің арасы 2670 мм-ді құрайды. Әрине бұл жолда жүрген кезде аз-маз болса да жұмсақтық беретініне кәміл сенеміз, достар. Мұнда толыққанды диодты агрессивті оптика орналасқан, астыңғы бөлігіне бамперге интеграцияланған тұманға арналған жарықшамдар мен күндізгі жарықшамдар орналасқан. Көліктің радиаторының бетінде байқағанымыздай, бұл жерде тамшылар бейнеленген. Яғни дизайнерлер арнайы ойлап тапқан сияқты. Қытайдың көлігі андай, Қытайдың көлігі мұндай дегендердің көз жасы деп білемін мен бұл нәрсені. Жерден көліктің биіктігі 190 мм-ді құрайды. Яғни клиренс 190 мм бұл қалалық толыққанды кроссовер есептеледі. Кез келген биіктікте бар жерде қиналмай шығып кіріп жүруге ыңғайлы. Көлік 18 дюймдік дискмен зауыттан бірге қосарланып шығады. Көлік артқы бөлімнен дәл осындай керемет сұлбасымен көрінеді. Яғни бізде қазір халық арасында аталып кеткен монобровь, яғни толыққанды диодты оптикамен жабдықталған. Көліктің төменгі жағына келетін болсақ, бамперінде осындай фальш мұржалар орналасқан. Багаж арнайы өзінің электроприводпен жабдықталған. Бір батырманың көмегімен толық багаж ашылады. Егер менің бойымды есептейтін болсақ, 180 сантиметрге. Маған бұл көліктің артына багажды қолдануға өте ыңғайлы деп атар едім. Және мұнда ешқандай шығып тұрған табалдырық жоқ, сондықтан бұл заттарды алып салуға ыңғайлы деп есептеймін. Багаждың сыйымдылығы дәл егер орындық осылай тұрып тұрған жағдайда 475 литрді құрайды. Егер екінші қатар орындық толыққанды жатқызатын болсақ, бізде мұнда 1500 литр багаж орны пайда болады. Технология. Қыздар, жігіттер, капот астына келетін болсақ, мұнда қазір менің артында 1.5 турбо қозғалтқышы бар, 147 аттың күшіне ие, және онымен жұптасатын вариатор жатыр. Вариатор 210 Нм айналу қозғалтқышын береді, яғни күшін береді. Сонымен қатар, капоттың астына қарағанда бәрі жинақы пластикпен қапталған, ешқандай бір ашық-шашық жатқан жерін көрмейсіз. Онымен қоса капот үшін арнайы газ тіреуіштерін орнатқан екен, бұл зауыттан келетін опция болып табылады. Cherry автомобиль корпорациясының 2024 жылғы таза табысын ашық дерек көздерден қарап отырмыз, достар. Бұл жерде 4 миллиард 400 миллион доллар жобасындағы таза табысты айналымға айналдырған екен. Бұның үлесіне кіретін бұл Cherry Holdings, Cherry Jaguar Land Rover'дің 50% құрайды екен, Corus 50% құрайды екен, одан артық Ritchie, Riley, Carry, Kai деген секілді басқа да суббрендтер 50% құрайды. Сонымен қатар, достар, біле жүргеніңіз жөн, Cherry автомобиль корпорациясына суббренд ретінде кіретін, яғни соның қол астында жүрген, біздің Қазақстанға қазіргі таңда танымал болып келе жатқан Jetour, Amoda, Exit және де соңғы кездері белең алып келе жатқан JQ мен Kai да осы Cherry'дің суббренді болып табылады. Жоғарыда атағандай, көлік толыққанды қалалық кроссовер табылады. Көліктің іші барлығы жайлы орналасқан деп есептеймін. Бізде мұнда комфорт үшін арнайы орындықтарды баптау батырмалары бар. Технология. Біздің орындықтардың память сиденье дейді. Біздің көліктен шыққанда кіргенде арнайы өзімізге арнап баптауларды енгізіп қойға болады. Қазіргі таңда бұл жерде екі жады бар екен. Бірінші және екінші жүргізуші үшін арнайы түрде. Сонымен қоса бізде көліктің рөлі жоғары, төмен және өзіңе қарай, өзіңнен кейін түрде бапталады. Бұл өте үлкен плюс деп есептеймін, достар. Салонның артындағы жолаушылар үшін артқы орын толыққанды жетеді деп есептеймін.
Неге десеңіз, менің бойым жоғарыда айтқандай 180 сантиметрлер жолаушы, оның алдында 180 сантиметр бойшаң келген жүргізуші болатын болса, мен өзімді қазіргі таңда тізем тиіп тұрған жоқ, толыққанды комфортта сезініп отырмын. Әрине, аяғыңызды итермелеп былай тигізуді мақсатқа қойсаңыз, онда сіз үшін бұл жер біраз комфортсыз болуы мүмкін. Биіктігіне келетін болсақ, басым ешқайда да тиіп отырған жоқ, мен қазір еркін отырмын. Ең қызығы, бұл жерде бізде панорама шатырдың бар екенін ескеруіміз керек. Онымен қоса люк, солардың бәрін есептей отырғанда мен төбем тимей толыққанды комфортта отырмын деп айта алатын едім. Артқы жолаушылар үшін мұнда бізде ауа баптағыш 2 дефлектор бар. Оның төменгі жағында бізде көтен жылытатын қондырғының арнайы батырмалары бар. Астында бізде бір ғана USB-A типіндегі порт бар. Қалған жолаушылар телефон қуаттамай ма сонда Cherry? Әдетте біз биік көліктен түсіп жатқанда кроссовер болсын, мүмкін ол джип болсын, 200 болсын деген секілді, әртүрлі көліктерін түсетін кезде мұнда біз табалдырыққа үйренгенбіз, немесе аяғымызды тіреуішке арнайы тіреп түсетін жағдайымыз болып жатады. Бір екінші кезеңде мұндағы артқы табалдырықтың мен өте жіңішке екенін байқадым. Бұл бір жағынан плюс, бір жағынан минус па, оны әрине мен біле бермеймін. Бұны көлік сүйер қауым өздері пікір қалдырып кетсін төменде. Маған бұның ұнағаны жаңбырлы, қарлы, яғни дала лас болып жатқан кезде сіздің шалбарыңыздың артқы балағы мына табалдырықтарға тию мүмкіндіктері, яғни шанс азаяды екен. Табалдырықтың жіңішке болғанының бір плюсы. Достар, қазіргі таңда мен сіздерге ұсынып отырған Tigo Pro толық жиынтықты болып есептеледі, яғни толық комплектация деген сөз. Бізде мұнда алдыңғы саймандар панелі, онымен қоса жанында мультимедиа панель, яғни экран екеуі бірге біріктірілген. Саймандар панелінде бізде көлікке қатысты барлық баптаулар және оның ақпараттары көрсетіледі. Ол бәрімізге мәлім. Келесі кезекте бұл мультимедиалық панельде, яғни ол жерде ауаны баптау, онымен қоса мультимедиа қатысты және автокөліктің баптаулары толық сол мультимедиалық панельдің ішіне кіріктірілген. Соның ішінен отырып біз баптауды, яғни система, оборудование, мультимедиа, автомобиль, яғни түрлі мәліметтерді алып баптауларды жасай аламыз. Онымен қоса бізде Apple CarPlay және бізде Android Auto желісі де бар. Көліктің шатырында бізде толыққанды панорамалық шатыр есептеледі және онымен қоса мұнда люк орналасқан. Сонымен қарамастан бұл көліктің шатыры менің басыма тиіп тұрған жоқ. Менің бойымның 180 сантиметр екенін есептегенде бұл керемет шешім деп ойлаймын. Бізде мұнда арнайы жарық шамдар орналасқан және онымен қоса жаңағы жоғарыда айтқан панорамалық шатырды баптауларға арналған арнайы батырмалар бар деп есептейміз. Көліктің мультимедиа аудио системасына келетін болсам, No Name. Мен ол жайында ешқандай ақпарат бере алмаймын, себебі бұл жерде ешқандай бір брендтің аты жазылы тұрған жоқ. Мүмкін Google-да бір жерде жазылған шығар, Bose может быть, немесе Sony деген сияқты. Әрине кейбір деректерде келеді, ол Sony ол жерге өзінің құрылғыларын орнатқан деген. Қаншалықты ақпараттың рас екенін оны білмей алмаймын. Мұнда бізде арнайы өзінің круиз контрольді баптау және жалпы автомобильдің баптаулары осы сол жақ бетіне орналасқан. Мультимедианы толыққанды баптау оң жақ бөлігіне орналасқан. Онымен қоса бізде рөлді қыстың күні ысыту функциясы да бар екенін көріп тұрмыз, достар. Мультимедианы баптау үшін арнайы физикалық батырмалар орналасқан екен. Бұл жолда жүрген кезде керемет таптырмас шешім деп есептеймін, лайк ол үшін. Оның төменгі бөлігінде бізде мұнда көліктің ауа баптағыштарын толыққанды сенсорды панельдің ішіне кіріктірген екен. Бұл әрине керемет шешім бе, жоқ әлде қиындық туындата ма, ол жайында пікірді қалдырып кетуіңізді сұраймын. Сонымен қатар төменірек орналассақ, мұнда бізде селектор джойстик орналасқан. Бізде паркингке қою үшін бір ғана батырманың көмегімен жасауға болады. Оның астында бізде электронды тежегіш, автохолд, көліктің, яғни жүріс моделін таңдау, бұл спорт немесе эко деп екі режимде ғана таңдалады, достар. Жанында бізде таудан түскенде көмекші құрал ретінде батырма орналасқан, AVM, яғни 360 камераны құрайтын бізде қосымша көмек бар. Бұл бізде, яғни көлікті паркингке қойып жатқан кезде таптырмас құрал деп есептейміз. Сонымен қатар бізде паркингке көмекші құрал ретінде батырма орналасқан. Екі стақан қойғыш және мұнда бізде QI стандарты бойынша телефонда сымсыз қуаттау арнайы орны қарастырылған, достар. Достар, көліктің 360 камерасы жайында бағасын беріп кетуіңізді қалаймын. Міне, мұнда көріп тұрғанымыздай, жалпы көлікті толық жан жағынан біз паркингке қоятын кезде көруге болатын мүмкіндік бар.
3D дегенді батырманы басатын болсақ, міне көлігіміздің жан-жағына не болып жатқанын біз осылай қарай аламыз. Әрине көлік біздің қара түсте, бірақ мұнда неге ақ немесе сұр түсті көлік қойғанын енді ол инженерлік шешімдердің бірі деп ойлаймын. Көліктің алдыңғы бөлігін ғана толық көре аламыз. Онымен қоса көліктің жалпы жанынан бір экран қосып көре аламыз, немесе көліктің артқы бөлігін осылай толық көруге болады. Достар, жалпы көлік жайында осы менің бүгінге айтарым. Енді осы көлік жайында өздеріңіздің пікірлеріңізбен ролик жайындағы ұсыныстарыңызды және шағымдарыңызды төменде пікірде қалдыра аласыздар. Ал мен өз кезегінде осы көлікті маған бүгінгі роликке ұсынған ағамыз Нұржан ағамызға сөз бергім келеді. Ассалаумағалейкум Нұржан аға. Нұржан аға, бір-екі сұрағым бар. Көлік жайында кішігірім бір айтып кетсеңіз, сіз алған кезде неше миллионға алдыңыз, қазіргі таңдағы жүрісі қанша, және осы бүгінге дейінгі қандай да бір шығындар немесе проблемалар шықты ма? Сол жайында бір-екі сөз айтып кетсеңіз. Проблема онда ештеңе шыққан жоқ. 24-ші жылғы август 100 километр қанша? 27 мыңда жүріп тастадым уже. 27 шақырым жүріп тастадыңыз. Сол Бүгінге дейін бір шығындар, проблемалар шықты ма? Жоқ, ондай жоқ па. Ресми түрде гарантияда кепілдікте барсыз ба? Иә, бармын. Сол жерге көрсетіп, май суын бәрін уақытысында ауыстырып жүрсіз. Майын бәрін ауыстырып отырсам, Енді уақытында. көрермендерге немесе жалпы жігіттерге, қыздарға ұсынатын ба едіңіз осы көлікті алуға? Алуға болады. Машина жақсы, жаман емес. Тек уақытылы күтім қажет болады. Сол бойынша.